Мен bir ölümden aman kaldım. Ұрыста бар, керісте бар семья болғаннан кейін. Темекі, спиртті ішімдіктер пайдаланатын. Реально шаршап келгем. Туысқандық қатынастан, жұмыстан. Жүрегім дұрыс істемейді деді. Прям сондай депрессияға түстім. Бұрынғыдай емес, өзгергенді бәрі байқап жатыр сол ғой. Менің атым Қарлығаш. Кемелденген тұлғаға қатысқалы бері өмірім күрт өзгергенін білем. Өйткені өзгерем деп ойлаған жоқпын. Осы жасыма уже 50 жасқа келіп қалдым, өзгерем деп ойлаған емеспін. Ұрыста бар, керісте бар семья болғаннан кейін, бірақ жаңағы ұрыс көп болып кетті де соңғы кезде. Ал қазір осы кемелденген тұлғадан кейін мен өзім өзгергеннен кейін күйеуім вообще басқа күйеуім сияқты ше. Мен танымаймын күйеуімді ше. Ол алдымнан жүгіріп шығады, бір бұрынғыдағындай артық сөз жоқ. Артық сөз деген жоқ одашы. Хотя мен оған ештеңке айтқан жоқпын. Ештеңке былай істе деп оны үгіттеген жоқпын. Есімім Мұратбек. Кемелденген тұлғаға қатыстым. Үлкен өзгерістер болды. Жаман қасиеттерден арылып, медитация, индукция, кванттық әлемге саяхат. Бұрынғыдай емес, өзгергенді бәрі байқап жатыр сол ғой. Аяғымның бір бөлшектері ise бастады. Қайтпайды ол. Түнде ұйықтайсың, азында тұрасың, қайтпайды. Алматыда тексерілдім. Алматыда ешқандай дәрігер диагнозын дөп басып айта алған жоқ. Жүрегім дұрыс істемейді деді. Прям сондай депрессияға түстім. Не істерімді білмей, ары ойланып, бері ойланып. Негізі сіздің курсыңызды 3 жыл бұрын көргем. Сіздің медитацияңызды жасап, тауларға шығып, қазір қайтпай жүрген, дәрімен емдей алмай жүрген ісіктерім бәрі қайтты. Қайырлы күн баршаңызға. Менің есімім Ерлік болады. Алматы облысы станция Зонаштан болам. Зиянды сусындар, темекі, спиртті ішімдіктер пайдаланатынмын. Сосын кемелденген тұлғаға қатысқаннан кейін дереу менде 2-3 күннен кейін жаман әдеттер, жаманды зиянды ішімдіктерден, темекіден сразу қойып тастап кеттім. МКТ-ға қатыстым толығымен. Әсері өте керемет. Негізі аламанға осы МКТ-ға қатысып келу керек екен. Реально шаршап келгем. Туысқандық қатынастан, жұмыстан, стресс алып, сіз берген білімді еш жерден ала алмаймыз. Оны ешқандай психолог, ешқандай дос ондай бізге әсер бере аламайды. Шаңырақтарыңызда береке, бірлік, ынтымақ орнайды. Ең бастысы. Балаларыма қараймын да жылағым келеді екен. Тұра алмайсың аяқтан. Қатыным келеді, тамақ береді. Өз қолыммен отырып барып тамағыңды аламасың, ол өмір сүргеннің несі керегі болды да. Қой бал. Жол апатынан мен жамбасын, чашкісін жоғары жағы, жамбасын, білік басы, 5 қабырғам, және бауырым мен бүйрегім жоғары жылжып кетті деп диагноз қойды. Ол диагноздан мен тұрып кетуім 2 талай етті. Одан телефонда алып бір кино көрейінші деп YouTube каналын ашып іздеп отырғам. Ахметбек ағайдың бір видеосын көріп қалдым. Сен неге жатырсың деген ғой деймін. Сен хайуан емессің, сен адамсың. Сен бұл өмірдің барын көріп, жақсылығын алу үшін келдің. Ішіне кіріп кеттім, неге жатыр екенін көрейінші деп. Қуаттану сағаты деген бар екен. Ағайдың видеосын астына комментарияға жазып едім, тегін жүктеліп алу сілтемесін жіберді. Жоқ, мен тұруым керек, болмайды екен. Одан жатып қалсам, енді до конца жатып қалатындай болды. Болды, сол байланып қаласың да сол жерге. Мен тұрдым. Бір күні есік алдымнан бастадым бірінші тауға шығып алам. Тұрам осы жерде, армандаймын біраз. 3-7-де мен жүгіретін болдым аяқтан. Көптеген адамдар маған, Ахметбек аға, қазақты ойласаңыз, неге сабақтарыңызды тегін бермейсіз? Курсқа қатынасуға ақшам жоқ деп жатады. Осы секілді мыңдаған пікірлерден кейін 12 күндік психологиялық өзгергім келеді атты тегін челлендж бастадық. Қатынасу үшін төмендегі сілтемені басыңыз.